қызмет атқаратын пройлар шаман келгесін новый жақсы. Қол ұшпас oldu ya бақырасында. Мынадай. Мысалға, мынау штукатуркіде тесіктер бар ғой міне. Затирка. Ол тек мына тесіктер жапсаңдар болды. Бұған осы үстіне ротпот жапсат. Анда бір тоже дейді бір видео бар, көргенмін. Бірақ қалай істейді айтқан жоқ. Жағы тартып, правилямен арасында да бұндай бір тесіктер бар. Болды. Мынау бәрі тартылып болды. Енді қараңдар. Мыянан сүр. Вопросы? Сендер егер былайша мына біреуі қозғалады, біреуін ой жібересіңдер, біреуін қарғай шығарып жібересіңдер, кіргізіп жібересіңдер. Ол керемес. Езіп алғаннан кейін сұйықтатып. Тоже 4 күрек топырақ, 1 күрек цемент актерман, сосын сұйық болсын растауларында өздеріңе. Тартасыздар да полный. Правилямен қасында. Правилямен полный бәрі қырып шығасыңдар. Болды. Затирка жасамаңдар. Затирка біреу пеноплекспен жасайды, біреу пенопластпен жасайды, біреу ағашпен жасайды, біреу заводской затиркамен жасайды. Жасамаңдар. Керек емес. Ол мына үйдің сендер мысалы уровень бәрін қойып қойғаннан кейін, мына затирка жасағанда ол бәрін құртады. Затиркше лучше қырып тастасаңдар. Міне мынаған мысалға вольма бәрі жабысады. Ротпонтында бәрі жабысады. Сосын жаңағы грунтовой етесіздерде ол жаға бересіздер енді. Ал анау қалай еді жаңағы тесіктер, затирка деген мысалға затиркада тесікті жабу ғана ол. Тесік бәрі жабылды. Бұл дайын. Мен бұны түсірген себебімше білетіндер бар, бұны білетіндер специалисттер бар ғой. Оған күмәнім жоқ, бар. Но білгенге маржан әрине, бірақ білмейтіндер көп. Айналайындар, комментарийға кішкене дұрыс нәрсе жазыңдар. Анау аузына келгендерін оттап жатып ал. Адам іс жүзінде дәлелдеу керек қой, іс жүзінде. Ауызбен жатып алып айтқан сөзіңді іс жүзінде дәлелде. Міне мысалы дәлелдедім, айттым, істедім міне. Осылай істеңдер. Өйткені әр еңбегің дұрыс болса, бәрі жақсы болады. Лайк басып қояйық ағайын.